Қазіргі кезде экологиялық жағдайы тәуір деп айтарлықтай аймақ Қазақстан жерінде жоқ десе артық айтқандық болмас. Біз бұл жобамызда қолайлы экологиялық жағдай жасау мақсатында көгалдандыру жұмыстарының ерекшеліктерін айтқымыз келеді. Жұмысымыздың негізгі мақсаты мектеп аулаларын көгалдандыру болғандықтан, негізгі объект ретінде өз мектебімізді алдық. Мектеп территориясының көгалдандыру мәселесінің маңызы зор. Себебі балалар 6 жасында мектепке келіп, 11 жыл өмірін осы жерде күнделікті өткізеді. Осы жерде білім алып, күніне 5-6 сағат осы мектеп территориясында болады. Демек, мектеп территориясының көгалдандыру жұмыстарын дұрыс жүргізу арқылы қолайлы экологиялық жағдай жасаудың маңызы арта түспек. Міне, бүгінгі жобамыздың өзектілігі де осында. Көгалдандыру қала, ауыл, тағы басқа елді мекендерде ауаны тазарту, көлеңкелеу үшін ағаш, бұта, гүл, көгал өсіру. Құрылыс аяқталғаннан кейін жүргізілетін көгалдандыру жұмыстары мекенжайға әсем көрініс береді. Шудан, күннен, шаңнан тағы басқа қорғайды. Санитарлық гигиеналық рөл атқарады. Ғылыми деректер бойынша белгілі бір аймақтың 15% көгалдандырылса, шаң тозаңның мөлшері 20%-ға кемейді. 35%-ға өсімдік өсірілсе, шаң 50%-ға азаяды. Ал 65%-ға өсірілсе, шаң 95%-ға кемейді. Жол жағалауларында отырғызылған ағаш пен бұталар, гүлдер мен көгал ауадағы көмірқышқыл газын сіңіріп, ауаны оттегімен байытады. Мекенжайды желден, күннен және шаңнан қорғайды. 1 гектар жасыл алқап 1 сағатта ауадан 8 кг көмірқышқыл газын бойына сіңіреді. Кейбір ағаштар өздерінің айналасына тарататын фитонцидтер арқылы ауадағы зиянды микроорганизмдерді жойып, оны адамның денсаулығына қолайлы иондармен байытады. Мұндай ағаштардың қатарына қылқан жапырақты қарағай, шырша, Сібір балқарағайы және тағы басқа түрлері жатады. Сенімімді ақ жүрекпен ақтаймын, туған жерім топырағын баптаймын. Сеніміне ата-баба дақ салмай, табиғатты таза етіп, әлемімді сақтаймын. Ендеше қоршаған ортаны бірге қорғайық.